Так. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз автосондағы жаңа тесттер талдайтын боламыз. Ендеше ыңғайлана отырып, тесттер талдайық. Бізде бірінші сұрақ. Егер оқиға орнында 3 зардап шеккен адам болса, қандай тәртіппен көмек көрсетілуі керек? Венозды қан кетуі бар ер адам, истериясы бар әйел адам, ес-түссіз жатқан бала болса. Бұл бізде медициналық сұрақ. Автосонда ең қиын сұрақтардың көбісі медициналық сұрақтардан келеді. Жол белгілерінен емес. Так, бізде ер адам венозды қан кетуі, истериясы бар әйел адам, ес-түссіз жатқан бала болса. Так, достар, бұл жерде ең қауіптісі бізде элементарный сұрақ. Ең қауіптісі қан кету болып табылады. Егер адам көп қан кетіріп қойса, адамда уже қайтыс болуға дейін барады. Яғни жағдай өте асқынып кетеді. Қайтыс болмайды, бірақ жағдай өте асқынып кетеді. Асқынып кетсе, не болатынын білесіздер ары қарай. Сондықтан біздің жауабымыз еркек, бала, әйел. Яғни бірінші біз қан кетіп жатқан адамды құтқаруымыз керек. Всегда. Так, біздің жауабымыз дұрыс. Екінші сұрақ. Айналма қозғалысы бар қиылыстан шыққан кезде қай жүргізушісі қағидаларды бұзды дейді. Бұл бізде элементарный сұрақ. Бізде басты жолда келе жатқан жүк автокөлігі оң жақтан келе жатыр. Ол бірінші өту керек, ал жеңіл автокөлік одан кейін өту керек. Және бұл жерде ережені бұзып тұрған, яғни қағидаларды бұзды деп тұр. Ол бізде жеңіл автокөлік. Біздің жауабымыз дұрыс. Жеңіл автокөлігі жүргізуші қандай траектория бойынша қозғалысты жалғастырады? Достар, осындай белгілер шықса, бізде всегда бұлай келе жатқан көлік, яғни осылай бара жатқан көлік Б-мен өтеді всегда. Б траектория бойынша. А-мен өте алмайды, өйткені ол жақтан бізде қарсы бағыттағы көліктер жүреді. Достар, біздің жауабымыз дұрыс. Төртінші сұраққа келіп қалдық. Жеңіл автокөлік жүргізушісі солға бұрылған кезде кімге жол береді? Бізде жеңіл автокөлік солға бұрылайын деп жатыр. Мына знакты көріп тұрсыздар. Бұл бізде басты жол белгісі. Мына көлік басты жолда келе жатыр. Яғни бұл көлікке барлығы жол береді. Яғни осындай белгі бізде түсініп алыңыздар. Кімге жол береді деп тұр? Мына жақта бізде полиция, яғни жарқылдақ шамшырағы және арнайы дыбыстық сигналы қосылған автокөлік. Яғни осыған ғана жол береді, автобусқа бермейді. Басқа көліктер келе жатса да бермейді. Тек осындай өрт сөндіруші және де жаңағы алғаш көмек көрсететін біздің дәрігерлерімізге береді, және де осы полицияға береді. Сондықтан біздің жауабымыз Б. Келесі сұрақ, 5-ші сұрақ. Қай автокөлік жүргізушісі аялдау қағидаларын бұзды дейді? Бізде кім бұзды екен бұл жерде? Бізде жеңіл автокөлік 5 метрде алшақ тұрып, мына жақта жүк автокөлік 15 метр. Достар, сіздер паузаға қойып, бірінші өздеріңіз жауаптарыңызды талдап көріңіздер. Сосын менікімен салыстырасыздар. Бұл жерде бізде 1, 2, 3 мен талдай берем. Кім бұзды десек, екеуі де бұз. Себебі. Бұл бізде жаңағы аваринканы жаққан жоқ. Мәжбүрлі тоқтау кезінде жағатын сигнал бар ғой. Соны жаққан жоқ. Жүк автокөлігі тоз жаққан жоқ. Сондықтан бізде екеуі де бұз. Негізі по идее 5 метр, 15 метрде болмайды тоқтауға. Тек мәжбүрлі тоқтау болса ғана рұқсат етіледі. Кім бұз деп тұр? Бізде екеуі де. Біздің жауабымыз дұрыс. Айдан анық. 6-шы сұрақ. Қызғылт сары немесе сары жыбылықтайтын шамшырақ орнатылатын көліктер дейді. Мынандай сары шамшырақ қандай көліктерде орнатылған деп сұрап тұр бізде. Жедел және арнайы қызметтер, күзет қызметі, жол құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындайтын. Сіздер паузаға қойып, қандай көліктерден көрдіңіздер? Шыны өмірден алып көрейік. Өмірде қандай көліктерден көрдіңіздер? Осындай сары шамшырағы бар, сигналы бар көліктерді, яғни. Мен өз жауабымды белгілей берейін, жаттап алыңыздар. Достар, баспен жаттап, мимен жаттап керек емес, барлығын көзбен жаттап алсаңыздар жетеді. Мен сіздерге YouTube-қа салып жатырмын. Соны тек көзбен немесе жазып алсаңыздар болады, жай ғана. Сіздер по-любому 32 балдан жоғары жинайсыздар. Осымен дайындалсаңыздар, өзіңіздер жаңа ақпараттар ізденсеңіздер, кітаптардан оқысаңыздар.
ешқандай қиындатудың қажеті жоқ. Ана 25 мыңға неге қатысып, ол керек емес по идее. Тек өздеріңіз білесіздер, достар. Бәрі оңай негізінде. Мен өз жолымды белгілей беремін. Ол бізде күзет, яғни күзет қызметі, жол құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындайтын жедел және арнайы қызметтер. Ол бізде жаңағы полиция, скорый, яғни өрт сөндіруші, пожарник, солар. Сондықтан біздің жолымыз 5, 2 және 3. Келесі сұрақ 7 қасиет сан. Бізде көлік құралының динамикалық қасиеттері конструктивтік қауіпсіздіктің аталған түрлерінің қайсысына жатады дейді. Көлік құралының динамикалық қасиеттері конструктивтік қауіпсіздік аталған түрлерінің қайсысына жатады. Ойландыратын сұрақ. Ол бізде белсенді, енжар, апаттан кейін қауіпсіздік, экологиялық қауіпсіздік. Бұл жерде бізде экологиялықты алып тастаймыз, апаттан кейінгі қауіпсіздікті алып тастаймыз. Достар, бұл жерде бізде белсенді қауіпсіздік. Бұл сұрақта ешқандай сипаттама жоқ. Бұл сұрақта өздеріңіз ізденіп көріңіздер, анығырақ. Тағы да ақпарат керек болып жатса, тек осыны көзмен жаттап алсаңыздар болғаны осыны, достар. 8-ші сұрақ. Жеңіл автокөлікке көрсетілген жерде тоқтауға рұқсат етіледі ме? Достар, бірінші біз мына белгіге қарап аламыз. Ол бізде автомагистрал, осындай жасыл белгі. Автомагистралда тоқтауға рұқсат етіледі ме? Негізі автомагистралда тоқтауға рұқсат етілмейді. Түгел автомагистрал бойынша рұқсат етілмейді. Бұл автомагистрал бізде көп қалаларда жоқ. Мен өзім Ақтөбедемін. Бұндай автомагистрал деген мүлдем көрмедім. Менің ойымша үлкен қалаларда болады бұл автомагистрал. Өйткені автомагистралда жеңіл автокөліктерге 140 км-мен жүруге рұқсат етіледі. Осындай сұрақ бар осының ішінде. Автомагистралда жеңіл автокөліктерге қандай жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі? 140 км-мен. Және бұл автомагистралда бізде тоқтауға тыйым салынады. Тек тоқтайтын кездері ғана болады, ол бізде мәжбүрлі тоқтау кезінде. Біздің жауабымыз С варианты. Жаттап алыңыздар. Келесі сұрақ. Жеңіл автокөліктің жүргізушісіне оңға бұрылуға рұқсат етіледі ме дейді. Жеңіл автокөлік. Бұл жерде рұқсат етіледі. Жеңіл автокөлікке тек мінекей жаяу жүргіншілер өтіп келе жатыр. Мына жақта жаяу жүргіншілерді міндетті түрде өткізу керек. Сондықтан рұқсат етіледі оңға бұрылуға. Тек жаяу жүргіншілерге жол беріп рұқсат етіледі. В варианты, бұл элементарный сұрақ. 10-ші сұрақ. Көк автокөліктің жүргізушісіне көрсетілген жерде жолаушыларды отырғызуды жүзеге асыруға рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі, 5 минутқа дейінгі уақыт рұқсат етіледі, тыйым салынады, егер ол көлік құралдарының қозғалысына кедергілер жасаса, тыйым салынады дейді. Бұл бізде 2 жолақты, яғни жол. Мына белгі бізде тоқтауға тыйым салады белгісі. Бұл жерде бізде 5 минутқа деген ондай варианттар жоқ. Шын өмірде де жоқ, негізі бұл белгіге қатысты. Сондықтан біздің жауабымыз тыйым салынады. Тоқтауға тыйым салынады белгісі. Ондықтан тыйым салынады. 10-ші сұрақтан асып кетті уже. Осы жағдайда автокөлік жүргізушісіне көлденең тұтас таңбалау сызығын кесіп өтуге рұқсат етіледі ме дейді. Өздеріңіз варианттарыңыз белгілеп көріңіздер. Осындай сұрақтарда элементарный. Сіздер машинада келе жатсыздар, не істейсіздер мысалға? Стопқа қойып, қазір стоп қойыңыздар, менің жолыммен салыстырыңыздар. Мен өз жолымды белгілеймін, ол жиекте тоқтауға рұқсат етіледі. Бізде достар, автосонда ең минусы ол шатастырады адамдарды. Рұқсат етіледі мына жер тоқтауға. Просто мен мына жауапты біліп тұрмын, сондықтан бізде С варианты болады. Тоқтауға рұқсат етіледі, жиекте тоқтауға рұқсат етіледі. Түсіндіре алдым ба, достар? Бізде С варианты дұрыс. 12. Оңға бұрылған кезде жүргізуші жол беруге міндетті. Мінекей жаяу жүргіншілер келе жатыр, мына жақта велосипедші келе жатыр. Бұл жерде екеуіне де жол береді. Себебі
Себебі екеуіне де жол береді кәдімгідей. Шын өмірде де дәл осылай. Мынаны асықпай оқып алсаңыздар болады, түсінсеңіздер, егер стоп қойып. Объяснение. Так. Берілген жағдайда қай көлік құралының жүргізушісі жол беруі тиіс? Так, достар, бізде мұқият қарап алыңыздар. Бұл сұрақты сіздерге түсіндірем. Так, бізде бірінші набелге қарап алайық. Бұл бізде жол жүріс, яғни жол жөнделіп жатыр деген белгі. Егерде осы бізде 12 деп тұр ғой. Осы белгі болмаған жағдайда, яғни тік өрлеу, қызыл автокөлік бізде өрлеп бара жатыр төбеге қарай. Бұл жерде бізде осы белгі болмаған жағдайда тік өрлеу, осындай сұрақ бар. Осындай тік өрлеу жоқ белгісі бар, яғни сұрақ бар. Сол сұрақта былай болады, мысалға 12 деген болмады деп есептеңіздер. Сондай жағдайда бізде қызыл автокөлік жол береді жеңіл автокөлікке. Және ол жерде тіке полоса болады, мынандай өрлеп бара жатпайды. Тіке полоса болған жағдайда, мына жол жөндеу болып жатқан жағдайда жеңіл автокөлік жол береді жүк автокөлік. Себебі ол жақта жеңіл автокөлік жақта белгі тұр. Қай жақта белгі тұр, сол жақ жол береді. Ал бізде мына сұрақта тік өрлеу, бізде төбеге қарай өрлеп бара жатыр жеңіл автокөлік. Сондықтан өрлеп бара жатқандықтан, төбеге өрлеп бара жатқан автокөлік всегда бірінші жүреді, главный ол. Ал төбеден келе жатқан автокөлік төбеге мініп бара жатқан, яғни бара жатқан автокөлікке жол беруі тиіс. Бұл жерде жол беруі тиіс жүк көлігі. Түсіндіре алдым деген ойдамын, достар. Мінекей оқып алсаңыздар болады, пауза қойып. Так. Осы әдіс тіркеп сөйлеу болып табылады ма дейді. Бұл жерде ешкімде тіркеп бір-біріне тұрас тағып сөйлеп бара жатқан жоқ. Жай ғана тасымалдап бара жатыр. Элементарный сұрақ, достар. Бізде С варианты болып табылады. Осы белгінің әрекет ету аймағында трактормен басып озуға рұқсат етіледі ме дейді. Достар, өздеріңіз пауза қойыңыздар, және менің сұрағымды салыстырыңыздар. Мен өз вариантын белгілеймін. 1, 2, 3. Бұл жерде Д. Бұны тек қана көзбен жаттап алыңыздар. Достар, міне белгіледім. Жауапты ешқандай объяснение жоқ. Бұл жерде мына белгіні қазір айтам, түсіндірем сіздерге. Бұл белгі бізде жеңіл автокөлік главный, ал жүк автокөлігі, яғни всегда жеңіл автокөлікке жол беріп отырады. Және жеңіл автокөлікті басып оза алмайды. Оның артында келе жату керек всегда. Яғни артында емес, жеңіл автокөлік өзі біледі, қай жақта келе жатса да. Тек басып оза алмайды жеңіл автокөліктерге. Трактор енді салмағы бойынша 3,5 тоннадан көп. Негізінде көп, 3,5 тоннадан. Сондықтан бізде трактормен басып озуға рұқсат етіледі ме дейді. Атарба мен велосипедтерден басқа барлық көлік құралдарына тыйым салынады. Бізде атарба мен велосипед, ол бізде өздеріңіз білетіндей 3,5 тоннаға жетпейді. Сондықтан біздің вариантымыз, жауабымыз дұрыс. Так, 16-шы сұрақ. Осы жол белгілері темір жол өтпелеріне дейін қандай қашықтықта орналасады? Мінекей, бұл бізде шлагбаумы жоқ темір жол. Шлагбаумы жоқ темір жол осы, ал шлагбаум бар, өзі көрініп тұрады. Шлагбауммен, арнайы суреттермен әдеміленген. Так, бізде қандай қашықтықта орналасады деп сұрап тұр. Так, достар, бұл сұрақта бізде шлагбаумы жоқ. Қандай қашықтықта орналасады деп сұрап тұр. Бұл белгі бізде 150 немесе 300 метр ара қашықтықта орналасады осы белгі. Сонда біздің жауабымыз өздеріңіз көріп тұрғандай С жауабы 150 метрден кем емес. Мінекей жауапты көрдіңіздер. Көзбен жаттап алсаңыздар болады, жай ғана. Так, 17. Жеңіл автокөліктің бір білігіне әртүрлі протектор сызығы бар шиналарды орнатуға рұқсат етіледі ме дейді. Автокөліктің бір білігіне әртүрлі протектор сызығы бар шиналарды орнатуға рұқсат етіледі ме? Так, достар, бұл жауапты түсіндіңіздер ме? Комментария жазып кетіңіздер. Мен түсінбедім, өз басым мойындаймын.
Жеңіл автокөліктің бір бөлігіне әртүрлі протектор сызығы бар шиналарды орнатуға рұқсат етіледі ме дейді. Ешқандай қиындатпай ақ қояйық. Мен өз жауабымды белгілейін. Сіздер өз жауаптарыңызды белгілеңіздер. Протектор дейді. Сызығы бар шиналарда. Так, достар, түсіндім мен. Протектор деген жағы не ғой? Шиналарда сызықтар болады әртүрлі. Бір бөлігіне шиналарды орнатуға рұқсат етіледі ме дейді. Жаңағы шиналарды қалай түсіндірсем болады, сызықтар бар ғой, соларды орнатуға рұқсат етіледі ме дейді. Мен ойымша рұқсат етілген. Так. Біздің жауабымыз қате. Протектор үлгісі шиналардың жолға жабысуына айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан бір осьте әртүрлі протектор үлгілері бар шиналарды орнатуға болмайды дейді. Жауабымыз қате. Жаттап алсаңдар болады, мен қателігімді жасамай. Так, келесі сұрақ. Елді мекеннен тыс басып озғаннан кейін жүргізуші қозғалысты жалғастырады. Елді мекенде, достар, бір минус бар, ол елді мекеннен тыс жүрген кезде басып озғаннан кейін қай жолдан басып озың, сол жолға қайтып оралуың тиіс. Бұл заң, өйткені. Сондықтан бізге қозғалыс жалғастырады, өзің жолы, яғни сол жақ жолақ бойынша, оң жақ жолақ бойынша, оң жақтан басып озды ғой енді. Оқы алсаңыздар болады объяснениені. Так, келесі сұрақ. 19. Жеңіл автокөліктің жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыруы мүмкін дейді. Бұл сұрақта бізде кері болады, тура болады, оңға. Солға болмайды. Себебі не? Бұл бізде бір жолақты, яғни қалай түсіндірсем болады, сіздерге айтамын. Сен уже мына жолға кірдің, сен бір жақты жүру жолағына кіресің. Сол жақтан келе жатқан көліктің барлығы тіке жүреді. Сол жаққа ешкім жүрмейді тіке. Сондықтан солға бұрылуға тыйым салынады. Осылай, достар, тура, оңға және кері бағытта. Біздің жауабымыз осы. Келесі сұрақ 20. Қос дөңгелекті мотоциклдарға тіркеп сүруге рұқсат етіледі ме дейді. Қос дөңгелекті екі балоны ғана бар бізде, екі мотоциклде. Қандай кезде рұқсат етіледі деп кері жауапты айтайын. Қандай кезде рұқсат етіледі? Бізде мотоциклі 3 балоны болса, жаңағы тіркемесі болса, екеуінде де болса рұқсат етіледі. Кәдімгі көлік құсап қалады да, сондай кезде рұқсат етіледі. Ал бұл жерде тыйым салынады, екі балоны болса. Всегда тыйым салынады, любой жерде. Так, мынаны оқысаңыздар болады. 20 сұрақтан кеттік өші біз. Көлікті тұман жағдайында жүргізу кезінде объектілерге дейінгі арақашықтық қандай болып көрінеді дейді. Тұман кезінде айдап келе жатсыз, және объектілерге дейінгі арақашықтық қандай болып көрінеді. Мысалға, біз көлікте келе жатыр, қандай объекті бар? Мысалға, бізде тұрғын үй, яғни ЖК деп айтайық, жилой комплекс. Соған дейін қандай бізде қандай болып көрінеді дейді арақашықтық. Шын мәнінде ұзақтау болып, шын мәнінде қысқалау болып, шын мәнінде қашықтыққа сәйкес болып. Так, бізде с вариантын сыз тұтаймыз, әдемілеп тұрып. Шын мәнінде ұзақтау болып дейді. Ол логичный сұрақ. Бізде А немесе В. Тұман кезінде ұзақтау, қысқалау, шын мәнінде қысқалау. Достар, мен жауабымды белгілейін. Шын мәнінде ұзақтау болып. Жауабымыз дұрыс. Тұман кезінде айдап жатқанда логично, элементарный сұрақ, ұзақтау болып көрінеді. Берілген жағдайда қай бағытта жеңіл автокөлік жүргізушісіне жүруге рұқсат етіледі дейді. Так, достар, манағы сұрақ осы бізде. Мына жақтан сол жақтан келе жатқан бәрі тіке жүреді. Ешкім сол жаққа жүрмейді. Бәрі тіке жүреді. Өйткені мынау бір жақты жүру жолына кірді автокөлік уже. Бұл жерде бізде Г-ға болады. Яғни алфавитпен айтайық, жаңағы Б, В, Г. Біздің жауабымыз Б, В, Г. Е варианты жауап өзі толып тұр да бізде. Мінекей машиналар қалай өтіп жатыр, әдемілеп. Ләззат алып қарасаңыздар болады. Так, 23. Берілген белгі орнатылған жолдарда рұқсат етіледі дейді. Так, достар, бұл қандай белгі? Бұл бізде автомагистрал. Автомагистралда қандай неге рұқсат етіледі? Неге рұқсат етілмейді, соны айтайық бірінші. Жүргізіп үйренуге тыйым салынады. Бізде өткен автомагистралда 140 км-ден ең көп 140 км. Достар, ойлаңызшы. Ондай кезде жүргізіп үйренуге рұқсат етіледі ме? Логично болмайды, элементарный сұрақ бұл бізде. Элементарный сұрақ. Өйткені бәрі 140
жүрмейді енді жүк автокөліктеріне басқа километр. Достар, автомагистралды сіздерге талдап берейін бе? Соны комментарийге жазыңыздар. Полный талдап берем. Не ол автомагистрал, соның бәрін. Так, достар, бізде автомагистралда 140 пен жүретіндер бар. Бізде ол жеңіл автокөліктер. Сондықтан тыйым салынады жүргізіп үйренуге, артқа қарай жүруге. Бізде түгелімен автомагистралда артқа жүруге тыйым салынады. Және мопед, және велосипедтерге де тыйым салынады. 140-тың арасында мопедтер, велосипедтер жүрсе тупо келмейді да бұл. Сондықтан біздің жауымыз мотоциклдердің жүруіне, мотоциклдің жылдамдықтарын білесіздер өздеріңіз. Кәдімгі өмірді көріп жүрсіздер. Сондықтан мотоциклдар ғана рұқсат етіледі. Мотоциклдарға жүруге рұқсат етіледі тек оң жақ жолақ бойынша. Тек оң жағымен ғана жүруге рұқсат етіледі автомагистралда. Достар, мен кәдімгі түсіндіріп жатырмын. Ішінде қандай білім бар, соларды сізге төгіп жатырмын. Ана оқып алсаңыздар болады. Қиын болмаса егер. Көлік құралын жүргізуді алкогольден, есірткіден және немесе құмарлықтан масаң күйдегі адамдарға беру кезінде мыналарға әкеп соғады дейді. Яғни ішіп алып машина айдау деген сөз ғой енді. Так, достар, бізде осындай штрафтар бар. АЕК дегендер. Осындай штраф салатын сұрақтар бар. Осындай сұрақтар бізде жаңа медициналық сұрақ бар ғой. Содан кейінгі екінші ең қиын сұрақтар болып табылады штраф салатын. Достар, всегда жаттап алыңыздар. Егер алкогольмен ұсталатын болсаңыздар менттерге осындай жағдайларға әкеп соғады. Мен өз жауабымды айта берейін. 7 жыл мерзімге көлік құралын жүргізу құқығынан айыру және 15 тәулікке әкімшілікке қамалу. 7 жылға тупо праваңыздан айырып қаласыздар және 15 тәулікке түрме емес енді, яғни қамаққа алынасыздар кәдімгі. Так, осы тәсілмен балаларды тасымалдауға бола ма? Так, достар, бұл сұрақты сіздер білесіздер. Бұл бізде тупо болмайды балаларды алдын алып отыруға, өйткені өте қауіпті. Тыйым салынады. Мінекей арнайы балаларға ұстағыш болу керек, жаңағы алдында отыруға болмайды. Қасына отыруына болады, андай арнайы балалар отыратын бар ғой. Сондаймен рұқсат етіледі. Алдағы отыратын кезде тек водительдің алдына да отыруға рұқсат етілмейді. Қасына отыруға рұқсат етіледі. Так. Осы жағдайда жедел қызмет көлігі жол қиылысын бірінші болып өте алады ма? Так, бізде қызыл жанып тұр, ешқандай жаяу жүргіншілер жоқ. Сондықтан өте алады. Себебі бұл бізде май қызметкері, ода жарқылдақ шамшыраға қосылып келе жатыр. Ол бірінші өте алады. Яғни белгілеп қалмаңыздар всегда. Осындай жарқылдақ шамшырағы дегенді басастырып всегда. Тіркемесі бар жеңіл автокөліктердің автомагистралда қозғалысы үшін қандай максималды жылдамдық белгіленеді? Тіркемесі бар жеңіл автокөліктер автомагистрал. Бана айтып кеткен автомагистрал ол бізде банағы 140 пен жүреді, ол бізде жеңіл автокөліктер, ал бұл жерде тіркемесі бар деп тұр. Тіркемемен болса бізде ол 90 км. Мінекей, тіркемесі болса 90, ал тіркемесі жоқ болса 140. Так, 28-30-ға жетіп қалдық. Қай белгі тең мағыналы жолдардың қиылысуы деп аталады? Так, достар, осы белгілерді біріншісінен бастап түсіндіріп кетейін. Так, бізде біріншісі ол бізде екінші дәрежелі жолмен қиылысу болып табылады. Яғни бізде екінші дәрежелі жолдармен қиылысады, ал бұл бізде екінші жанасады екінші дәрежелі жолға. Үшіншісін сіздер білесіздер, ол қиылыстан келе жатқан кезде көліктерге жол бересіз, сіз басты жолда емессіз, сізде уступи дорога, яғни. Төртінші, ол бізде екі жақты жүріс түрінен көрініп тұр. Ал бізде тең мағыналы қиылысу, ол бізде 5. Осы X белгісі сыртына қызыл қоршалған, ол бізде тең мағыналы жолдардың қиылысуы болып табылады. Так, 29-30-ға әлі жетпеппіз. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді дейді. Қызыл автокөлік. Бізде правый помех деген бар. Қызыл автокөлік бізде оң жақтан келе жатқан көліктерге жол береді. Бұл жерде өйткені бізде ешқандай бағдаршам, ешқандай жол белгілері жоқ. Сондықтан жол береді. Өту кезінде жол береді. Так, жеңіл автокөлікке, тек автобусқа. Біздің вариантымыз наған жол беретін болғандықтан автобусқа жол берудің ешқандай қажет жоқ. Тек жеңіл автокөлікке жол береді.
Өйткені автобус тіке бара жатыр, ал жеңіл автокөлік тоже тіке бара жатыр. Тек жеңіл автокөлікке. Так, біздің жауабымыз дұрыс. Автобус не ешқандай. Жоқ, автобус. Жауабымыз дұрыс. Так, 30-шы сұрақ. Аталған көлік құралдарының қайсысына тақтайшада көрсетілген тәсілмен тоқтап тұруға рұқсат етіледі дейді. Достар, бұл бізде осындай көк белгі болса, бұл белгіге тек мотоцикл және жеңіл автокөліктерге рұқсат етіледі тоқтап тұруға. 3,5 тоннадан асатын, 3,5 тоннадан аз, яғни жаңағы көліктер бар, газель сондайларға тыйым салынады бұл белгіні тоқтап тұруға. Тек автокөлік және мотоцикл. Осы варианты дұрыс бізде. Так, 30-дан астық. 31. А1 қосымша санатына жататын көлік құралының жүргізушісіне тротуарлар бойынша қозғалу рұқсат етіледі ме дейді. Мынау жаяу жүргіншілер өткел емес пе? Тротуар деген өтетін жер, жаяу жүргіншілер мопед жүруге бола ма дейді бұл жерде. Әрине тыйым салынады достар. Себебі біздер мопедтерге тыйым салынады. Шын өмірде де көрдіңіздер мопедтердің осындай жерде жүріп келе жатқан. Сондықтан тыйым салынады. Өйткені ол жерде жаяу жүргіншілер бар. Велосипед болса енді түсінеміз ол жағын. Так, 32. Берілген таңба дейді бізде. Так, мазалап жатыр. Берілген таңба. Осындай бізде еле керек сызықтар. Қиылыста жүрудің міндетті бағытын белгілейді. Бұл жерде міндетті бағыт емес ешқандай. Бас жолдың бағытын көрсетеді. Бас жол емес бұл. Себебі бас жол ол бізде оң жақтан келе жатқан көлік, яғни ол бізде шекараларын белгілейді. Шекаралар. Автокөлікті сырғанақ жолда басқару кезінде газың басқышына бірден басу не әкеп соғуы мүмкін дейді. Тупы ойландыратын сұрақ емес, бұл бізде элементарный сұрақ. Сырғанақ жолда келе жатсыз, газды сразу басып қалдыңыз, не болады? Қозғалыстың жұмысын тоқтауына аудару моментін арттыру, жетекші доңғалақтарын сырғып кетуіне және автокөліктің сырғанауына. Осы біздің жолымыз. Ешқандай қозғалыс жұмысының тоқтауы болмайды. Аударылуы ол енді сирек енді ол. Сондықтан бізде С варианты дұрыс. Бізде дұрыс. Апаттық жағдайлар көбінесе осының салдары болып табылады дейді. Жүру бөлігінің нашар күйінің, жолдың жеткіліксіз жарықтандырылуының, жаман метеорологиялық, яғни жағдайлардың болуынан, жол қозғалысына қатысушылардың дұрыс емес әрекетін. Ешқандай жүру бөлігінің нашар күйінің ешқандай себебі жоқ. Енді Қазақстанда жолдарды білесіздер. Содан да өтіп жүрген адамдар бар. Жеткіліксіз жарықтандыру, ол түнде де жүріп келе жатқан көліктер бар, айдалада. С варианты енді бұл келмейді. Сондықтан біздің дұрыс емес әрекеттері әр адамның. Ішіп алып айдайтын бар, қарапайым тұрған ағашқа соғатындар бар. Сондықтан апат осыдан болады. Біздің жауабымыз дұрыс. Так, 35. Белгілері мен нышандары ауырсыну, ісіну, деформация және бұлының функционалды әлсіздігі дейді. Так, нышанды ауырсыну, ісіну, деформация және бұлының функциясының әлсіздігі. Бұл медициналық сұрақ. Көп қадалып қалмайық бұл сұраққа. Ісіну ол бізде бұлшықеттің созылуына бармайды. Бұлшықет енді ауырсынады ол жерде, бірақ деформация болмауы мүмкін. Буындардың созылуы бұл келмейді. Мен ойымша буынның шығуы. Осыны жаттап алсаңыздар болады. Көздеріңізбен автосында келетін сұрақтардың бірі, өйткені ол медициналық сұрақ. 36. Осы жол белгісін қолдану аймағында дыбыстық сигнал беруге рұқсат етіледі ме дейді. Дыбыстық сигнал осы белгіден өткеннен кейін тыйым салынады. Тек бір жағдайда ғана рұқсат етіледі. Ол жол көліктің алдын алу үшін, жол көлік апатының алдын алу үшін. С варианты дұрыс бізде. Келесі сұрақ. Реакция дегеніміз не? Ақпаратты қайта өңдеу процесі, жүйке импульстарын беру процесі. Бұл екі вариантта сызып тастаймыз мүлде. Біздің вариантымыз жүргізуші дыбыстық немесе көру арқылы сигналдардан кейінгі шешім қабылдайтын кезде. Көргеннен кейін сіздер шешім қабылдайсыз ғой, ол реакция өткен. Бізде А варианты дұрыс. Оқылсаңыздар болады, пауза қойып. Автокөлік жүргізушісі трамвайға жол беруге міндетті ме? Осындай жағдайда бізде ешқандай бағдаршам жоқ, ешқандай белгілер жоқ. Сондықтан бізде жеңіл автокөлігі жол беруге міндетті. Иә. Наны оқылсаңыздар болады. Өте түсінікті барлығы объяснение.
Так, анықтамасы. Егер көлік құралының габариттік биіктігі жүкпен немесе жүксіз белгіде көрсетілген артық болса, жүргізуші міндетті дейді. Осыған сәйкес келмесе, всегда осыны бізде айналып өту керек осындай белгілерде. Мысалы, сіз 3/6 келе жатсаңыз, 3/6 метрмен, яғни сіздер айналып өтуге міндеттісіздер. Сондықтан біздің жауабымыз, мына қарап алыңыздар, біз В вариантына келісеміз. Так, соңғы сұрақ достар. Техникалық себептерге байланысты көлік құралының жылдамдығы 40 км/сағат жылдамдықтан аспайтын болса, елді мекенде жолдың қай жолында жүруге рұқсат етіледі? Достар, всегда бізде екі жол бар, сол және оң. Сол оң. Бізде ертең шынымен машина айдайсыздар, сол қауіпсізі ол бізде оң жақ жол. Қауіптісі сол жақ жол. Көбісі оң жақ жолмен жүруге не істейді, өйткені сол жақ жолда встречный, жаңағы қарсы бақта жүріп келе жатқан көліктер өте опасны. Кім қалай айдап келе жатыр, ол опасны, өйткені бізде оң жақ жолы қауіпсіз. Өзіңіз білесіз, жолға шығып кетесіз бе, өзіңіз шешім қабылдайсыз әрі қарай. Бізде 40 км/сағат жылдамдықпен всегда сақтап алыңыздар, ол оң жақ жолмен жүруге міндетті. Осымен бізде бітті 40 сұрақ достар. 30 минуттан асып кетіпті. Мынаны оқып алсаңыздар болады. Осымен аяқтадық. Біз 39-да 40 алдық. Құттықтаймын өзімді және сіздерді, бұйырса провал болғаныңызға тілектеспін. Менің тесттерім сізге көмектеседі деген ойдамын. Осы тесттерді талдағаным. Менің минустарымды, плюстарымды жазып кетсеңіздер болады комментарийға. Тағы не жайлы түсірейін. Барлығын ендеше іске сәт. Әр нәрсенің қайыры бар. Менің видеомды қарағандарыңыздың өзі қайыры бар. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Ендеше сау болыңыздар.